Сәлем достар, бүгін біз новый налоговый кабинетке ИП-міздің режимін ауыстыратын боламыз. Не себептен ауыстырып жатырмық, оның барлығын айтатын болам. Қазір біз ЭЦП-мізді тереміз осылай. Кабинет ашылады. Міне қол қойып жатырмын. Қазір бізде міне кабинет ашылды. Осылай барлығын танысып шығамыз. Бұл новый кабинет қазіргі 2026-та ашылған. Осы жерде міне подать документу деп тұр. Соны басатын боламыз. Енді бұл жерде режим деп жазатын боламыз. Міне найти дейміз. Қазір бізге 3 режим түрі шығады. Міне осы жерден танысып шықсаңыздар болады. Не үшін біздер бұны ауыстырып жатырмық? Біздің ИП-міз упрощенка болатын. Сол упрощенка күйінде қалдыру үшін заявка тастайын деп жатырмық. Егер сіздер ол режимді өзгертпесеңіздер, сіздерде автоматты түрде общий установленный режимге өтіп кететін болады. Сондықтан осылай жасап алсаңыздар болады. Міне қазір мені жібердім подать деп. Енді осы жерден тоже танысып шығыңыздар, қарап шығыңыздар. Не үшін ауыстырайын деп жатсыздар. Соның барлығы жазылған. Қазір біз келісім беретін боламыз. Міне А пунктын басамыз. Міне упрощенный декларация дейді. Енді біз добровольно келісіп атқасын. Міне тоже А нүктесін басамыз. Даліні басамыз. Тоже міне біз мына жерде не үшін осы упрощенка режимді қалып жатырмық. Соның барлығы жазылған. Осы жерден тоже танысып шықсаңыздар болады. Қазір мен бұл жерге 2 галочканы қоямды. И дальше упрощенка күйіне ауыстыруға заявка тастайтын болам. Астында мына жерде өздеріңіздің ИП-нің орган УГД тұрады. Соны терсеңіздер болады. Я болмаса бұлай автоматым түрде шығады менікіндей. Міне менікі Ақтөбе қаласы. Міне сформироватты басамын. Қазір міне если сіздерде қандай да бір ошибка жіберсеңіздер, міне мына жерден басып өзгертсеңіздер болады. Бізде ешқандай ошибка жоқ. Сондықтан мен дальше кетемін қазір. Жасайтын болам, то есть. Міне біздің заявкамыз дайын. Енді тек қол қойып заявкамызды жіберу қалды. Осылай жасап алсаңыздар болады. Достар, мен берген ақпарат пайдалы болса, лайк, комментарияларыңызды қалдырыңыздар. Тағы да қандай да пайдалы ақпараттар керек, барлығын салатын болам. Комментария жазып отырыңыздар. Міне мен қазір міне қолымды қойып, ИП-мның ЭЦП-сімен подписать етіп жіберетін боламын. Бұл 30 минуттың ішінде решение шығады, немесе 3 рабочий күнде шығады. Осылай жасап алсаңыздар болады. Ешкімге ақша төлемей. Не үшін бұны ауыстырып жатырмық? Қазір 2026 жылы көп режимде, міне біздің документіміз кетті. Көп нәрселер өзгерістері пайда болып жатыр. Сондықтан қандай режимде қалғыларыңыз келеді, соны ауыстырып алсаңыздар болады. Мен берген ақпарат пайдалы болса, лайк, комментарий қалдырамыз. Міндетті түрде парақшаға жазыламыз. Алдағы уақытта пайдалы ақпаратпен бөлісемін.